Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар, біз осындай өте дәмді әрі тойымды таңғы ас дайындайтын боламыз. Небәрі 5 минутта дайындалады, ешқандай қиын құрамдары жоқ, біздің тоңазытқышыңызда табылатын болады. Видеоны көрместен бұрын менің инстаграмыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Бұл инстаграмның сілтемесі осы видеоның астында описанияда болады. Және де осы таңғы астың қасындағы фри, сол дайындалу жолы менің каналымда бар. Сілтемесі осы видеоның астында описанияда болады. Біз нанымызды кесіп аламыз, осылай 2 бөлікке, және де осындай дөңгелек касенің арқасында осы нанның ортасынан біз видеода көрсетілгендей етіп дөңгелек кесіп аламыз. Және де біз осындай тереңдеу касеге жұмыртқамызды жарып, оның үстіне сүтімізді құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Табамызды қыздырып, күнбағыс майын жағамыз. Одан кейін оның үстіне біздің жаңағы нанымызды қоямыз. Дөңгелек жеріне біз тұқымымызды қоятын тұқымымызды саламыз. Егер де сіздерде видеода көрсетілгендей тұқым ағып кетіп жатса, онда бір қолдарыңызбен нанды басып тұрыңыздар. Сол кезде ол өзінің формасын жақсы ұстайды. Енді оның үстіне майонез жағамыз. Мінекей достар, бізде осындай өте дәмді әрі тойымды 5 минутта таңғы ас дайын болды. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.